Осындай ерекше әрі тойымды кесе самсалар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге қамырына ұн, тұз және сары май және жылы су керек. Қамырымызды жақсылап, қатты да емес, жұмсақ та емес, қолға жабыспайтын қамыр жасап тындырып қойып қоямыз. Оған дейін салмасына ұсақтап тұралған сиыр еті, жуа, картошка, тұз, бұрыш салып жақсылап араластырып аламыз. Және қамырымызды осылай майда бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Менде 9 дана самса шықты. Және үстіне сәндеп жабатын қамырларымызды бөліп кесіп аламыз майдалап. Және қамырымызды жайып осылай кесеге салып, ішіне салмасын салып, жақсылап жабыстырып аламыз. Және бетіне осылай кішкене жайып, домалақтап сәндеп аламыз осылай. Дәл видеодағыдай. Және барлығын жасап алғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып 180 градусқа 30-35 минутқа жібереміз. Дәл осындай самсалар шығады.